сұрақтарды шешіп көрейікші. Барлығымыз жұмбаққа қарайық. Бірінші, сиырдан алынатын сусын не деп атаймыз? Сүт. Аяна жазалу жылдан. Келесі, екінші, жеміс түрі. Артымен бастар. Алма. Кел, Нұрлан. Келесі, Нұрлан. Келесі. Жемістер қайда өседі? Жемістер қайда? Ал дейміз ба, оны не деп атаймыз? Ағаш. Не деп атаймыз? Ағаш. Кел. Адина жазып кел. Адина жылдамдап кел. Келесі. Ас атасы не деп атаймыз балалар? Нан деп атаймыз. Кім жазады? Рамазан кел. Келесі. Қымыздан алынатын, биеден алынатын сусынды не деп атаймыз? Биеден алынатын саумал. Кел, Мирас, келе ғой. Отыратын болмады. Кел, Рамазан. Мирас. Биеден алынатын нені? Сусынды не деп атаймыз? Саумал деп атайды. Сонда бірақ болып кетті. Балалар, енді тақтаға қарайықшы. Қандай сөз қызымен жазылып тұр мына жерде? Қандай сөз жазылып? Тағам деген сөз шықты. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз менің денсаулығым және мен қалай тамақтанамын. Ал балалар, тағам дегеніміз не? Тағам дегеніміз не? Кім айтады? Тағам дегеніміз не? Ал айару. Ол біздің күнделікті жейтін заттарымыз, иә? Ал тамаққа не деп жатады балалар? Тамаққа алма, тамаша, сүт, сорпа, балық, банан, айран, нан, өте жақсы көреміз, иә? Ал енді тамақтану тынышталамыз. Тамақтану дегеніміз не? Тамақтану қалай түсінеміз балалар? Тамақтану дегеніміз не? Біздің күнделікті ішетін заттарымыз. Енді тамақтану балалар, ол біздің әр уақытта ішетін, мысалы, ол біздің таңғы асымыз болуы мүмкін, және түскі ас болуы мүмкін, кешкі ас болуы мүмкін, иә? Балалар, біз тамақты несімен уақытысымен ішу керек. Оған таңғы асты міндетті түрде, түскі асты, және де кешкі асты ішуіміз керек. Сонымен қатар, балалар, біз тамақты адамның денсаулығы жақсы болу үшін, сонымен қатар бойымыздың өсуі үшін қажет. Тағамдардың балалар бірнеше түрі бар деді де, ет, сүт, жеміс, жидектер, балық деді. Осы азық-түліктерді дұрыс пайдалана отырып, тағамымызды дұрыс пайдалануымыз қажет екен. Енді балалар, тағамдар да нәруыздардан, судан, және де көмір сулардан, және де майлардан тұрады екен біздің тағамдарымыз. Нәруыздары бар тағамдар олар: ет, сүт, ірімшік, жұмыртқа, және де жаңғақтан нәруыз болады екен тамақтарымызда. Ал келесі бізге көмір сулар. Көмір сулар көбіне ұннан жасалған тағамдарда болады екен, нанда болады, макарон өнімдерінде. Келесі бізге майлар екен. Майлар ірімшікте, күнбағыс майында, балықта, және қаймақ ірімшіктерде болады екен. Ал олай болса барлығымыз
тағамдар деп аталады екен. Балалар, неге бұларды пайдалы тағам дейміз? Неге біз пайдалы тағам дейміз? Себебі бұл заттардың құрамында нелер көп? Адамның ағзасына пайдалы витаминдер өте көп екен, иә? Тамаша. Келесі қазына зиянды тағамдарға нелер жатқызды? Қатшан. Шемішке. Бұларды балалар қандай тағам деп атайды? Зиянды тағамдар дейміз. Неліктен балалар зиянды тағам дейміз? Олардың құрамында нелер көп? Зиянды заттар, түрлі дәмдеуіштер, қоспалар өте көп екен, иә? Сондықтан біз бұл заттарды қандай тағамдар дейміз? Зиянды тағамдар деп атаймыз. Бұл заттарды балалар пайдалануға болмайды екен. Біз көбінесе пайдалы тағамдарды не істеуіміз керек екен? Орындауымыз қажет екен. Отырамыз. Ал олай болса, қазына мен аяғын бағалайық шапалақпен. Өте жақсы орындады. Сонымен қатар бізде балалар тағамдар, тағам мен сусын адамның тіршілік